Alo. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз ба? Жақсы, аманшылық. Бақыт келді ғой, иә? Иә, бақыт келді, Нұрданбайұлы. Бақыт келді. Мен Серікжан Біләшұлымын. Таныдым аға. Видеоңды жіберіпсің. Біз енді соны жариялаудан бұрын бірнеше сұрағымыз бар саған. Жарайды, айтыңыз, сұраңыз, айтайын. Біріншісі, саған Қазақстан үкіметі азаматтық бермей жүргеніне қанша уақыт болды? Қашаннан басталды? Қашаннан басталды? 2013-тен басталды. 2013-тен басталды, иә? Өзім 2010-да, 2009-да келдім, одан 2009-ның күзінде Қытайға кетіп қалдым. 2010-ның көктемінде қайта келдім. Сол жаздың 6 айым екен, 7 айым екен. Сол кезде қара таңба басылған маған. Не үшін басты қара таңба дегенді? Біз бұлардың сылтауы сендердікі туысшылау паспорт неге жұмыс істейсіңдер деген. А сен жұмыс істеп жүрдің? Мен кірпіш зауытта жұмыс істейтін едім ғой. Ал сен сол кезде визаның уақыты қанша уақыт еді? Визаның уақыты ол кезде менің 1 жылдық болатын. Ол кезде сен ықтиярға талып үлгірмедің ба? Жоқ, ондай жоқ. Тек бізді тіркелді, біз ана кірпіш зауытта келгеннен паспортымызды алып алды ғой. Кім алып алды? Бізде ана келісім болды. Жұмыс істеуші мен жұмыс берушінің арасында келгеннен Қазақстанға барғаннан кейін паспорт жұмыс берушінің қолында тұрады, тіркеуге отырғызады деген не болған келісім. Бұл заңға қайшы келісім ғой. Паспорт әр азаматтың жеке мүлкі, және ол ешқандай мекеменің немесе тұлғаның паспорты алып алуға құқы жоқ деген заң бар ғой. Енді аға, біз ондай заңнан хабарсыз болдық қой. Ол кезде мен 21 жас кезім еді ғой. Сөйтіп, көші-қон полицейлер сенің паспортыңды тартып алып таңба басып тастады. Сол паспорт біздіңге жұмыс беретін адамның қолында болатын. Содан кірпіш зауытқа келіп, бірдің балалардың бәрін, сол бір 40 бала ма, 50 баланың бәрін алып кетіп, соның ішінде 12 балаға қара таңба басып жетті. Оның өзінде біз кейін білдік қой оны. Күзге қартай білген кезде сол 10 бала Қытайға шығып кетті. Менің сол жұмыс беруші азамат тұрып, маған тұрып айтты, болды 2011-дің көктеміне дейін азаматтығын шығады, мен өзім көмектесіп алып берем деді. Сосын жарайды дедім. Бұл жақтың заң, ол кезде жаңадан келген кезіміз заңын білмейміз. Бізді әбден ойбай көшеге шықсаңдар милиция ұстайды деген. Өзіңіз енді сіздер ғой енді көпті көрген, көз ашық, көкірек ояу оқыған адамсыздар. Енді біз ол кезде білесіздер, ондай нені онша түсінбейміз, қорқақпыз. Шекарадан өткеннің өзінде анау үлкен қасқан шәкпелерді көрген кезде қорқтық. Сонымен сондай дегеннен кейін бәріне не қыла алмадық қой біз. Оның артық заңнан хабарсыз болғаннан не жағдай болды сұрай алмадық. Күзге қартай сендердің паспорттарың осындай болды, осындай дегеннен кейін сол кезде бірақ білдік. Соны мен қалам дедім. Азаматтық берем еді, сен берем деді, береді деді. Онда қаламын осы Қазақстан азаматтығын алам дедім. Содан міне осы уақытқа дейін созылып кетті. Бір жақ өзімнің де салғырттығым болды аға. Оның несін жасырайын. Ал енді сен көші-қонға барып өзің сөйлескенде олар бермейміз деп ашық айтты ма? Көші-қонға барған кезде мынау менен тек қана неге Қытайға мен қазір кейін алып консулдан не алдым ғой? Иә, жоқ, айта бер. Қызыл паспорт. Консулдан қызыл паспорт алдым. Бұрынғы ескі паспортым ол Ұзынағаш
Алматыдағы Ұзынағаш, Жамбыл облысы Ұзынағаш ауданында. Сонымен консулдан нені ала сап бардық қой. Бұнау менің берілмейді, бұл тек қана Қытайға виза астырып шығып кетсең болады. Жақтан азаматтық берілмейді деді. Содан кейін мен бір кісіні тауып, бір тәте. Сол кезде Нұр Отан партиясы болып тұрған кезде, Нұр Отан партиясының мүшесі екен ол кісі. Болды, мен өзім көмектесем деді, жарайды дедім, сол кісіге бердім. Ол кісі бекер обалы бар, менен көк тиын ақшасында алған жоқ, маған көмектесті. Ары бер жолды жүрді. Ол кісі заңнан да бүтін Қазақстанның заңының бәрінен хабары бар екен. Соңында сол кісі осы жағдайды маған айтқан сол кісі болды. Сен тынышынан осы Қазақстан үстіңнен дело қозғай дейінді. Қытай қозастыратын болса, Қытайға депорт етіп жіберуі мүмкін. Сен одан да осындай халықаралық ұйымнан босқын мәртебесін сұра. Дегеннен сол кісінің жол көрсетуімен өстіп отыр маған. Ал Қытайға қайтарып жібергеннен қорқып отырсың ғой? Иә, ол Қытайға бардың деген сөз бітті ғой, ол лагерге тығады ғой. Ол геноцид саясат жүріп жатыр ғой, онсызда. Бүтін дүние жүзі шулап жатқанда. Мен ол қалай барам ол жаққа? Сенің бұл ашыққа шығуыңа кешегі Қайраттың оқиғасы себеп болды ма? Иә, сол Қайраттың кезі. Сол Қайрат бекер оба сол Қайраттың көп көмегі тиді ғой маған. Қайрат барып сол ана тәтені таныстырып, сол арқылы сөйтіп осы жағдайға келіп отыр. Болмаса мен бұрыннан бері сол ана маған ойбай бітіріп берем деген өзімнің бастығым сол. Соның сөзіне сеніп жүре беріппін. Онда Қайраттан кеше журналистерді ұйымдастырды. Қайраттан сұхбат алды. Қайраттың жағдайын мен де халықараға бірден жаздым. Вильям Янг деген журналист Германиянікі сұхбат алды. Қазір Қайраттың мәселесі де шулы мәселеге айналды. Сосын анау Авер деген жігіт бар ғой, ана қызы 7 жасқа келген Қытайда қалған, Қытайдың туыласап Қытайда қалған паспорт бермей қойған қызына. Өзі әйел екеуі Қазақстанда. Сол жігіттен де сұхбат ұйымдасты. Кеше Францияның тілшілері барды оған, кеше. Одан кейін бізде түнде, сендерде күндіз, бүгін ненің тілшілер, Германияның тілшісі онлайн сұхбат алды. Енді мен сол тілшінің сұрағын саған қояйын. Қоя беріңіз. Жаңа Қайратқа қойған сұрақ сияқты сұрақ, себебі бұл бүкіл журналистер қоятын ортақ сұрақ. Сен Шыңжаңның қай жеріненсің, бір? Екіншісі, әйеліңмен қай жылдан бері жаңағы некелісің? Қазақстанда қанша жылдан бері тұрасың? Қысқаша мәлімет. Қазір сізге айтуым керек қой, иә? Мен Шинжаңның Күрес ауданы Октябрь күнше Андас қыстағынан. Әйелімменен тұрмыста болғаныма 2016-дан берімін. Балаларың бар ғой, е? Балаларымыз бар. Әйелім Өзбекстан азаматы. Бірақ неке куәлігіміз жоқ. Себебі менің ешқандай құжатым болмағаннан кейін некеге тұра алмаймын. О жағын өзіңіз жас түсініпсіз ғой. Қанша балаң бар? Сондай жағдай. Бір ұл, 2 қызым бар. Ана үлкен ұлы, енді ол әйелінің екінші тұрмысы. Менменен. Мен де әйеліммен екінші тұрмысым. Бұрын мен Қытайда да тұрмыста не болғам, семьялық жағдайда. Осы жаққа келіп, сонымен сол Өзбекстанның азаматшасымен танысып, солай болып қалдық. Ал ол кісі қазір Қазақстан азаматтығын алды ма? Алған жоқ. Ол кісі не қылып алмайды? Ол енді қазір, ол анау Өзбекстанда не екен ғой, ол анау тұрмыста болғаннан кейін бұрын күйеуімен толық ажыраспады. Күйеуі Россияда жұмыс істейді екен. Ол сотқа шақырды, келмей
қол қоймай қалғаннан кейін ол анжақтың шотынан шыға алмайды, несінен, тіркеуінен. Шыға алмағаннан кейін мына жаққа келіп 3 айлық тіркеумен ғана жүр. Өз ұлты қазақ. Сондай жағдай. Ұлты өзбек. Ұлты өзбек па? Өзбек. Қазір енді сол өзім сол балаларымның бәрі менің атымда емес. Өзім әкесі деген жерде үлкен қызымда, сол үлкен қызым мен ұлымда сол бірінші тұрмысындағы күйеуінің аты жазылып тұр. Ал енді кейінгі соңғы 3-ші қызымда ода тек менің әйелімнің өзінің фамилиясында ғана. Сондай жағдай. Өзбек болғанда, нақ өзбек па, жоқ қазақ болып, өзбек болып кеткен, қазақ өзбек па? Таза өзбек па. Жақсы. Енді ол енді Өзбекстан Қарақалпақстанда тұрады. Екінші сұрақ. Қытайдан шыққан қазақтардың Қазақстандағы жағдайы, немесе қысымға ұшырау туралы қысқаша мәлімет бере аласыз ба дейді. Мен қысымға ұшырағанда мен ешбір қысымға ұшырамадым, бірақ сол маған тек азаматтық жағы қиын ғой енді. Сол берілмей жатқан, сол қара таңбаны сылт желеу етіп мені бермей жатыр ғой. Сені сол полицейлер жібереміз, Қытайға депортациялаймыз деген қоқан-лоқы қауіп бар ма осы? Енді қазір еді ондай бірдеңе білінген жоқ. Енді өткенде мен өзім нақты бармадым ғой. Енді кісі өзім жол жүремін дегенде сол кісіге тапсырдым. Сол кісінің айтуы бойынша енді сенің үстіңмен дело қозғаймыз бұлар деп жатыр. Дело қозғайтын болса сені Қытайға шығарып жіберу қаупі бар дейді. Ол енді бесенеден белгілі ғой. Енді сен ешқандай Қазақстанда статус жоқ, азаматтық жоқ, банк карточка жоқ, көлік жүргізу куәлігі де жоқ шығар сенде? Жоқ, ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Жүрсің. Ештеңе жоқ, сол жаңағы сізге жіберіп берген шын сол Қытай паспорт. Одан басқа ештеңе жоқ. Ойбай. Әйеліңде де жоқ. Әйеліңде тек визамен, 3 айлық визамен жүр. Иә, ол Өзбекстанның паспорты ғой бұл. Өте сұмдық жағдай. Енді жаңа қара таңба деген сол бар болғаны, сендердің сол туысшылау визасымен келіп, жұмыс істегендерің үшін ғана басылған таңба ма енді ол? Иә, сондай басылған таңба ол. Ол енді біз ол завод орында істедік қой. Ол кісі өлтірген емес, анау емес, мынау емес, жай әкімшілік ақша төлеп айыппұлмен ғана шешілетін нәрсе ғой ол. Ол үшін енді сен азаматтық бермеу деген ол мүмкін емес қой. Мысалы, азаматтық бермей қоюға ол сылтау болмауға тиіс. Білмеймін ғой, енді ол жағынан онша бір мен сағынан хабарым болмағаннан кейін, шыдамағаннан кейін, енді соңғы мүмкіншілігім деп сіздерге хабарласып отырғанымыз соға. Ал енді біз анау 2016-17-тен бері айғайлап жұмыс істеп келеміз. Одан бері неғып хабарласпадың? Қорқтың ба? Қорқтым ғой, шыны керек. Қорқыныш бар. Несін жасырайын? Жақсы. Күнестікі болсаң, қызайсың ба? Иә, қызаймын. Қайсысың? Мен ормандас. 4 қызай дейді ғой, 4 қызайдың қайсысың? 4 қызайдың дербіз. Жақсы. Оны сұрағаным жай, жаңағы сенің кімсің, танысың, білісің, ертең себебі Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі бұндай адам жоқ, бұндай адам шекарадан өткен жоқ, дерегі жоқ деп, ізім қайым саған таңбадан, жаңа таңба дейма, уколдан бірді салып, сені Қытайға келелеп, өлшеп, сатып беріп жоқ қыла салады. Қытай ақша берсе, біздің ұлттық қауіпсіздік бәрін істейді. Есіңде болсын. Сол үшін осы сіздер
мүмкін маған бір қорған болатын шығар деп. Енді неменен өзіңіз енді сізде бүтін халықара біледі, ел біледі. Атыңыз әлемге мәшһүр. Ана қалдан қашып келген қазақ бауырларымыз үшін көмек жасап жүрген адам болғанымен сізге сөйтіп сол неғып атқан жағдайым аға. Жақсы, біз енді бұны кем дегенде бізге келдің. Кем дегенде сені заңсыз кембі бас салып Қытайға депортациялай алмайды. Өзің ашық ана видеоңда босқын мәртебесін сұрадың. Босқынды өзі келген еліне, егер өміріне қауіп төнетін болса, ауыр азап төніп тұратын болса, тән жазасы болатын болса, қорлайтын болса, ұзақ жылға соттайтын болса, немесе өлімге үкім ететін болса, босқын мәртебесін сұраушыны өзінің келген елге кері қайтаруға болмайды деген келісімшартқа Қазақстан қол қойған. Сондықтан сен шырылдап, мен Қытайға қайтсам, мені өлім жазасы, түрме, азаптау, қорлау күтіп тұр, сондықтан мен Қытайға қайтпаймын десең, Қазақстан сені құжатың бар болсын, жоқ болсын, сені қайтармауға міндетті. Қазақстанның сондай келісімшарты бар, халықарада қол қойған. Яғни сен Қытайға қайтқаннан қорқып, Қытайға қайтарып жіберуден қорқып, басы бүтін, бармаймын, қайтпаймын деп отырсың ғой, шешім қабылдадың ғой. Бармаймын, қайтпаймын аға. Болды. Барсаң түрмеге салады деп қорқасың. Ол белгілі 5 жастағы бала да біледі оны. Лагерге тығады ол. Болды. Осы миыңды жуып шаямыз дейді, қинайды апарып. Осы сөзің жеткілікті. Енді мен сені журналистермен таныстырам. Журналистер сенен жаңағы ағылшынша сұрайтыны бар, қытайша сұрайтыны бар. Қытайша десе Қытайдікі екен деп шошып кетпе. Еуропа, Американың біраз журналисті Қытайша біледі. Сол сияқты журналистермен таныстырам. Ағылшынша білетіндермен де таныстырам. Онымен арнайы аудармашымыз бар. Дәл қазір Алматының өзінде жаңағы осындай журналистер бар. Аудармашылар бар. Карим Абдрахманова тәте, тағы басқа аудармашылар бар. Сұрақ қойғанда сол осы өзің айтқан жауабыңды айтсаң болды. Өте жеткілікті осы жауаптарың. Өте сауатты жауап. Иә болды. Аға бірдеңе сұрайыншы. Жаңа ана Гүлзира деген бір келіншек ертең маған не қылды, адресімді айтты, бір кісілер барады деді ғой. Ол енді сен мына видеоны біз қазір жариялап жібереміз, сен берген. Сосын енді адресіңді айт деген кезде ол саған енді ешқандай қауіп болмайды. Сені Қазақстан өкіметі сені жоғалтып жіберсе, сенің көрсеткен сол адресің бойынша саған ешқандай бір қауіп болмайды. Жаңағы ол енді ештеңеден уайымдама. Себебі босқын мәртебесін сұрау, мен босқындық талап қыламын деп жариялаған күннен бастап сен босқынсың. Ал Қазақстан өкіметі саған босқындық мәртебесін бере ма, бермей ма? Ол маңызды емес, қысқасы сені қайтармайды. Міне. Ал енді сен Еуропа, Америка сияқты елдерге кетсең, мысалы, олар қандай жағдайда сен Еуропа, Америка сияқты халықаралық саяси босқын мәртебесін сұрағандарды алады дегенде, бірі Қазақстан өкіметі сені босқын мәртебесін бермейміз деп басы бүтін тойтарыс бергенде, үшінші бір ел, яғни Еуропа, Американың босқын қабылдауға қол қойған елдері, сен бермесең біз береміз деп сұрауға құқылы. Бұл бір. Екіншісі, сенің қолыңда Қазақстан үкіметі жол жүру куәлігі деген, жаңағы travel document деген, travel document деген құжатты бергенде, сен тағы басқа кез келген жағдайларға байланысты өзің қалаған мемлекетке жол жүруге, егер олар визасын берсе, кетуге құқылысың. Себебі ол кезде сен шекарадан кіріп шығуға құқы бар азаматқа айналасың. Екі. Ал қазіргі жағдайда сен өзіңді мен босқынмын, мен Қытайға қайтарғаннан қорқам, о жақта мен өлім, азаптау, қорлау, түрме күтіп тұр десең, сол сөзіңді айтқан сәттен бастап сені Қытайға депортациялау қаупінен арыласың. Бітті. Қазақстанның көші-қоны сені Қытайға депортациялай алмайды. Енді қазір саған тағы бір қауіп. Сен енді жалғыз жүрме, қасыңда үнемі туыстарың, жолдастарың, әйелің болсын.
бір топ адаммен жүр, жалғыз жарым бейсауат жаңа түннің бір уағында сыртта жүрсең, мына ұлттық қауіпсіздік комитеті сені бас салып, уколдан бірді салып, сені Қытайға кәдімгі сатып береді. Мына қымбат бағалы аңдар деген аң бар ғой, терісі қымбат, бұғы бар, мүйізі қымбат, мысалы, аюдың өті қымбат деген сияқты. Сол сияқты сені сатып береді Қытайға. Себебі Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитеті оларға сыйлық ақша төлейді. Енді байқа, саған ана Омарәлі Әділбек деген ағаң бар. Дүкен Мәсімхан, Рақым Айып деген сондай ағаларың бар. Олар ана Қытайдың Қазақстандағы итаршылары, кәдімгі қолдарында куәлігі бар, кәдімгі Қытай үшін жұмыс істейтін, өлсе жаңағы сол Қытайдың коммунистерінің қасына жерленетін, сол өлсек Маузудыңмен бірге болайық деп жаңағы ант су ішкен нағыз Қытайдың құлақ кесті құлдары бар. Енді солар саған жаңағы мәймөңкелеп шығады. Ой, бауырым әкесің ау, бір өзеннің суын ішіппіз ау. Сосын айтады, біз куә боламыз, анау мынау, сен мына Алматыдағы Қытайдың консулына кіре ғой десе, Қытайдың консулына кіруші болма, сен де қайратта. Сен саған бір құжат жасап береміз, саған Қытайдан қауіп жоқ десе сен бе. Олар шақырса барма, Қытайдың консулы. Себебі Қытайдың консулы Қытайдың территориясына тән болады. Кез келген мемлекеттің шетелдегі консулы сол мемлекетке тән болады, мысалы. Қазақстанның Америкадағы консулы Қазақстан территориясы сияқты. Өз жерге Америка, жаңа мынау біздің территория деп, сақшылар баса көктеп кіре алмайды. Қытайдың Қазақстандағы консулы да сондай. Енді сен Қытайдың адамдарымен консулына бірдеңе құжат бар екен, жағдай ұғыспақшы екен деп жаңа Қытайдың итаршылары консулдықтың ішіне алып кірсе, онда сен бір жарым жылдан кейін ба, бір жылдан кейін өлетін саған бірдеңе дәріні искетіп жібереді, бүркіп жібереді. Содан кейін ауырмай, сырқамай, өз-өзіңнен жай жүріп, жарым жыл, бір жылдан кейін рәк болып кетесің. Болды. Аға, жаңағы адамдардың атын айтып бересіз бе, қайтадан мен жазып алайыншы, есімде сақтап алайын. Омарәлі Әділбекұлы. Кім? Омарәлі Әділбекұлы. Омарәлі Әділбекұлы. Иә. Сосын? Дүкен Мәсімханұлы. Дүкен Мәсімханұлы. Иә. Үшіншісі Рақым Айыпұлы. Рақым Айыпұлы. Төртінші бір шал бар, Мұқан Мамытқанұлы деген. Мұқан Мамытқанұлы. Жазып алдым төртеуін. Енді түрін айтайын. Мына Омарәлі Әділбек деген ол бір еңкейіп қалған бүкіш сары. Басында шашы жоқ, көзі жыпылық етіп, жаңағы төсекке сиіп қойған бала құсап жыпылықтап тұрады. Бірақ тілі татты, сұмырай, өте арамыз адам. Дүкен Мәсімханұлы деген танау талпиған, кәдімгі жаңағы қатты семірген шошқа сияқты түрі. Ол енді бұлшиып түрінен де жаңағы өз жан тәнімен Қытайға беріліп, түрде сол Қытайдың шошқасын ұқсап кеткен адам. Ол енді аңырсып, сызданып, тісінің арасынан сыздықтан атып, осы әр сөзін жаңағы сөйлейтін адам, өзі бастық құмар, атақ құмар, шен құмар, сондай біреу. Өзін жаңағы осы жер шарындағы нөмірі бірінші білімді адам сезінеді, анығында іші қуыс біреу. Үрдеген чар сияқты біреу. Үшінші Мұқан Мамытқан деген бір арық мәлкіл деген жаңағы көтерем мал сияқты біреу бар. Ол да сол Қытай консулының жаңағы сұғанақ иті сияқты, сол Қытайдың консулының ар жақ бер жағында құйрығын бұлаңдатып жүрген бір кәрі қаншық иті сияқты. Бұл да бір шал. Ол енді жаңағы не дейміз енді, анау баяғыдағы бір бұзылып қалған радиолар сияқты дауысы шұрылдап, құрылдап шығады, оны телефоннан-ақ танып аласың. Рақым Айыпұлы деген, ол енді көп ашыққа шықпайды,
ол ана Омарәлі Әділбекті алдыға салып қойып, сол барлық бәлеге жалаға Омарәліні сап қойып, өзі тымпиып артта судың астында тұратын. Былайша айтқанда су асты минасы сияқты жігіт. Бірақ осындай кезде едел-жедел бір істерге кірісетін кезде ол бәле болады. Қысқасы бұндай Қытайдың басыбайлы сұмырайлары хабарласса, Қытайдың елшілігіне бара ғой, бір қағазға қол қоя ғой, сонымен сақ еткізіп бір құжатын жасай қоямыз десе, аузың аңқайып Қытайдың елшілігіне барарсың, кірерсің, олар сақ еткізіп білдірмей бір затты жағып жібереді, уколма бірдеңе беріп жібереді, мына суды ше ғой десе шеп жібересің, өздері бірге отырып ішкеннен кейін. Сосын жаңағы іштеңе ләм-мим демей өз-өзіңнен ауырып жарым жылда өлесің де қаласың. Сол жерден өліп қалмайсың, жарым жылдан кейін өлесің. Елдің бәрі біледі, өзі ауырып жүрген дақпады қазақ бітті. Сондықтан ондайларға жолама. Егер аға мынандай және бір сұрақ сізге. Анау сондай жағдай болса, олар келіп атса, жаңағы сипаттап берген 4 адамыңыз келіп жатқан жағдай болса, сонда мен не істеуім керек? Кімге қалай сіздерге хабарласып? Нора жолдасың, туыс-туғаныңды айналаңа жинап ал, достарың болсын, қасында туыстарың болсын. Ешқандай ұлттық қауіпсіздік сені машинаға басып әкете алмайды. Біз сенің видеоңды жариялаған сәттен бастап. Ал жаңағы сұмырайлар, олар Қазақстанда олардың ешқандай заң атқару құқы жоқ. Олардың сені бір жақта жүр деп айтуға да құқы жоқ. Енді олар заң атқару құқы жоқ болса, мен олардың жеке бас куәліктерін талап етуге құқығым бар шығар? Талап та қылма, ол жай Қазақстанның азаматтығын алып алған сұмырайлар құры жоғалды, алыстан жоғалды, бітті, болды. Оның жеке бас куәлігін талап қып жүріп, онымен қыртысатынның да керегі жоқ. Жаңағы өткені менің күмәнданған жаңағы Гүлзира деген әйел, ол Қытайдың түрмесінен біздің Атажұрт ұйымы босатып шыққан әйел ол. Оған сенуге болады ғой. Ол Гүлзира, фамилиясын не деп айтты? Қай Гүлзира? Қазір мен оны бүгін ғана сөйлестім неден? Ана телеграмнан. Егер оның фамилиясы Әуелхан болса, ол біздің адам. Ол Қытайда 1,5 жыл түрмеде отырған әйел. Қытайдың қылмысын әлемге ашқан әйел. Ол Қытайда түрмеде отырғанда оның күйеуі бізге келіп арыз беріп, біз оны Қалқараға жеткізіп, сонымен сол Қалқараның күшімен ол әйелді түрмеден шығардық. Одан Қазақстанда оған қытайшылдар жаңағылар ұйымдасқан шабуыл жасап қорқытып, оны сөйткен кезде біз оны Америкаға алып кеттік. Міне, сол әйел болса, ол өзіміздің жаңағы адам, ал жаңағы сұмырайлар ол Қытайдың адамы, абайла. Сол жаңағы әйел, сол әйел сіздің номеріңізді маған жіберіп берген. Болды онда. Жақсы. Мен сол күндіз сіздерде түн болып кетеді дегеннен кейін әне-міне хабарласам жүргенде өзіңіз хабарласып қалдыңыз аға. Жақсы. Жақсы, аман бол. Аға, және бір сұрақ, жаңағы видеом жеткілікті ме? Жеткілікті, менімен болған мына сұхбатыңға жеткілікті. Осы сұхбатыңның өзі сенің ең бастысы мен босқындық мәртебесін талап қыламын деген бір ауыз сөз. Екінші сөз, мені Қытайға қайтарған жағдайда өлім, ауыр азап, қорлау және түрме күтіп тұр деген сөз, осы екі сөз жеткілікті. Босқын мәртебесін сұрауға екі талап. Біріншісі, босқындықты талап қыламын деп ашық мәлімдеме жасау. Мейлі сен, мысалы, бұлай, Еуропа қайсы елге бар, бұл халықаралық заң солай. Сен сол елдің ұшағымен ұшып барып, кемесімен құрлығына жетіп, немесе шекарасынан аттап, қандай жағдай болмасын. Содан кейін қолыңды көтересің де, мен босқынмын деп жариялайсың. Немесе маған босқындық мәртебе бер деп жариялайсың. Бітті, сол жеткілікті. Екіншісі, мені келген еліме, немесе туған жеріме қайтарғанда, мені ол жақта түрме күтіп тұр, өлім күтіп тұр, қорлау, азаптау күтіп тұр деп жарияласаң, онда бітті. Сені ешқандай ел кері қайтармайды. Қазір сенің мына видеоң жарияланған сәттен бастап сен босқынсың. Ал Қазақстанның саған ресми босқын мәртебесін беру бермеу, ол екінші басқыш болады. Қазір сен осыны жариялаған сәттен бастап сені
Қытайға депортациялай алмайды. Депортацияласа, Қазақстан халықаралық заңға қайшы жұмыс істеген болып, халықараның сынына қалады. Ал оның артында жазасы болады. Осыдан кейін Қазақстан өз азаматтық бере алмай ма сонда? Азаматтық беру де мүмкін, босқын мәртебесін беру де мүмкін. Екі түрлі таңдау бар. Себебі сен міне халықараны шулатасың ғой енді. Осыдан ақпарат кетеді. Осыдан мен сені қазір ағылшынша аударып жариялаймын. Осы екеуміз сөйлескен сөзді жариялаймын. Сонымен Шыңжаңда туған қазақ Қазақстаннан мәртебе ала алмай бәлен жылдан бері қаңғып жүр. Оны енді Қытайға қайтарса, оны өлім күтіп тұр деп біз жазамыз ғой. Сонымен Қазақстан үкіметі саған не азаматтық беруге мәжбүр болады, не сені босқын деп босқын мәртебесін беруге мәжбүр болады. Не сені сайрак ұлғысап, жаңағы біз бермейміз деп жариялайды, сосын мұнан Қазақстан үкіметі босқын мәртебесін бермеді деп біз шетелден көмек сұраймыз, сонымен сайрак ұлғысап шетелге кетесің. Қысқасы осы үш түрлі жағдайдың біреуі болады ғой. Бірақ бір жағдай болмайды, Қытайға қайтара алмайды. Ол екі бастан анық болады. Ең бастысы Қытайға қайтармаса болды ғой мені. Біз ана Қытайдан қашып келген қалған 5 қазақты да Абдолла Бақберген деген адвокаттың көмегімен, атажұрттың осы мәселені халықараға жария қылуымен 5 қазақты алып қалдық қой. Қазір оның 4-еуіне босқын мәртебесі берілді. Біреуіне берілген жоқ, бірақ Қытайға қайтара алмай отыр. Жақсы, онда сұрақ болып жатса кез келген кезде хабарласам болады ғой, иә? Жазумен жазып жібер, не аудиомен айтып жібер. Жарайды аға. Бірақ ана түнгі сағат 3-те ұйықтап жатқанымда звондама. Сосын телефонымды ешкімге берме. Жарайды. Ешкім ауырып қалды, сиырым жөтеліп қалды деп звондай беретін қазақ көп. Оның бәріне сөйлесем, мен 100 қатшы дайындауым керек айналамда. Менде 100 қатшы түгіл, бір қатшы да жоқ. Жарайды аға, түсінікті. Енді сіз қазір енді сізде жата түн ғой енді? Жоқ, бізде қазір күндіз түскі сағат 11:20 болды. Жақсы, онда бауырым, уайымдама. Онда видеоңды да, осы аудионды да қосып жариялаймыз. Жариялай беріңіздер. Жақсы. Бас маман қаса болды. Болды. Өз кіндігіңнен, жаңағы өзбек әйеліңмен араларында қанша бала бар? Өз кіндігімнен 2 балам бар. Болды, жеткілікті. 2 қызым. Ана үлкені ұл. Болды, жеткілікті. Жақсы, аман бол. Жақсы аға, сау болыңыз. Онда немнеге біз каналға осы сөздің бәрін жариялаймыз сөйлескенде. Енді саған жаңа қорқытатын, үркітетін, бәле болды деп ақыл айтатын, сені ойбай ана Қытайдағы туыстарыңа шатақ болды дейтін ақылшы қазақ көбейеді. Басыңа күн туғанда бәрі қашады, бірақ осындай кезде ақыл айтқыш болады. Ондай ақылшы қазақ болып, анау мынау деп оттап, бопсалап, қорқытып, бүркітетін болса, бәрінің сөзін жазып алып бізге жіберіп беріп отыр. Болды. Жақсы. Жарайды. Жақсы. Жақсы. Аман бол. Жарайды.